Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына кезет каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін Мұңсыз хан ертегісін тыңдайтын боламыз. Ерте заманда бір хан халқын түгел жинап, мен 3 түрлі сұрақ сұраймын. Кімде-кім сол сұрағымды тапса, қаласа орнымды беремін, қаласа өзі тойғанша алтын гауһар беремін. Егер де менің сұрағымды табамын деп, таба алмаса, оның басын аламын, дейді. Сонымен халық күнде апыр-топыр патшаның алдына келмеген адам жоқ. Бірақ ханның сұрағын естіген соң, мен табамын деп, ешбір жан айта алмай күнде насай топыр болыпты. Сонымен бірнеше күндер өтіпті. Бұл кезде сол шәрінің сыртында 13 жасар жалғыз қызы бар, кемпірі өлген өте кедей, қолында түк малы жоқ бір шал тұрады екен. Бір күні шалдың қызы әкесінен: «Әке, осы халық неғылып күнде-күнде топ-топ болып жиылып жүр?» деп сұрайды. Сонда әкесі: «Балам, ол жиылып жүрген халықтың шаруасымен біздің не жұмысымыз бар? Біздерге білу лайық емес. Шаруаға жиылып жүрген ел болар», дейді. Сонда қызы: «Әке, біз де адам баласымыз ғой. Көпшіліктің не үшін жиылып жүргенін білгеніміздің не зияны бар?» дейді. Сонда шал: «Ендеше балам, ол көпшіліктің күн сайын апыр-топыр болып жиылып жүрген себебі ханның 3 ауыз сұрағы бар екен. Соны тапқан адамға өзі тойғанша алтын және хандығымды беремін», депті. Ханның сол сұрауларына жауап бере алмай жүрген ел, дейді. Сонда шалдың қызы әкесіне: «Әке, ондай болса, сіз ханға барып, мен сұрағыңызға жауап беремін деп айтыңыз. Ханның сұрағы қанша қиын дейсіз?» дейді. Әкесі: «Ойбай, қой балам, бүкіл халық таба алмаған сұрақты табамын деп пәлеге қаламыз», дейді. Қызы: «Әке, сіз тәуекел деп қорықпай-ақ ханға барып сұрағыңызды мен табамын деңіз. Қанша ауыр сұрақ дейсіз, барыңыз», депті. Әкесінің мазасын ала берген соң, шал ханға келіпті. «Тақсыр, мен сіздің жұмбағыңызды табайын деп келдім», дейді. Сонда хан шалға: «Шалым, менің сізден сұрайтын жұмбағым мынау», дейді. «Қатты не, тәтті не, қымбат не? Міне осы 3 түрлі сұрағыма жауап беру үшін 3 күн рұқсат беремін. 3 күн ішінде осы жұмбағымды тауып берсең, өзің тойғанша алтын беремін. Егер де таба алмасаң, басыңды аламын», дейді. Шал байғұс бұл сөзді естіген соң, есі шығып үйіне келіп: «Ойбай, балам-ау, ханға бар деп болмай, әкеңнен айырылатын болдың. Мен енді өлемін», дейді жыламсырап. Қызы: «Қорықпаңыз, әке. Ханның айтқан жұмбағын айтсаңызшы», депті. Әкесі: «Әй балам-ай, оны сұрап қайтесің? Бізге енді сұрап алған аурудан ем табылмайды ғой. Балам, сұрақ сұрама», депті. Қызы: «Әке, ханның жұмбағын айтыңыз, таба алмайтын несі бар дейсіз?» дей берген соң, шал ханның жұмбағын бір-бірлеп айтып береді. Сонда қызы: «Әке-ау, қорқып жүргеніңіз осы ғана ма? Оңай сөз ғой», дейді. «Әй балам-ай, біз таба алмайтын болған соң оңайы не керек?» дейді. Қызы ханның айтқан жұмбағының шешуін түгел айтып түсіндіріп, әкесінің алдына жібереді. Шал ханға келіп: «Тақсыр, жұмбағыңыздың жауабын бергелі келдім», дейді. Хан күліп: «Я, байғұс шалым, кәне сөйле», дегенде, шал: «Сіздің сұрағыңыздағы дүниеде не қатты дегеніңіз жарлылық екен, не тәтті дегеніңіз тату көңіл махаббаттық екен, не қымбат дегеніңіз адам баласының уәдесі қымбат дегеніңіз. Қатесі болса өзіңіз айтыңыз.
дейді. Сонда хан тұрып: осы жұмбағымды өз ойыңмен тапсаң, менің дегенім деген, тойғаныңша алтын беремін. Егер де біреудің естіп айтқан болсаң, басыңды аламын. Ол үшін ертең маған жауап бересің, деп шалды шығарып салады. Шал байғұс тағы қорқып үйіне келіп қызына: мен қайтсем де өлетін болдым. Жұмбақтарын мен өз ойыммен тапқанымды біліп қойды. Маған осы жұмбақтарды өз ойыңнан тапсаң, тойғаныңша алтын беремін. Егер де біреудің айтуы бойынша тапсаң, басыңды аламын, деді. Енді менің өлгеннен нем қалды, деп кемсеңдей бастағанда қызы күліп: әке, қорықпаңыз, сізге ол туралы келер сөз жоқ, дейді. Әкесі қорқа-қорқа ертесі ханға келіп: жұмбағыңызды мен өз ойыммен таппағаным рас еді. Сіздің жұмбағыңызды тапқан менің қызым еді, деп шал ханның алдында мүлгіп тұрыпты. Сонда хан осы жұмбақтарды қызының тапқаны рас деп қарайды. Шал жыламсырап: тақсыр, қызымның тапқаны рас еді, дегенде хан: ондай болса жарайды, тіптен жақсы. Осы жұмбақтарды тапқан болса, сіздің балаңыз өте ақылды бала екен, ханға лайық екен. Бұйрық болса, мен сізге күйеу болсам, сіз маған қайната болсаңыз, қалай болады? Ол туралы сіз балаңызбен ақылдасып, маған бір жауабын берсеңіз қалай болар екен? Деп хан күлімсіреп жауап беріпті. Шал қуанып, терісіне симай кетіп: болады, тақсыр, болады, деп ханның ордасынан шығып жүгіріп отырып үйіне келіп қызына: балам, іс оңына келді, хан мені өлтірудің орнына мынадай сөздер айтты, деп ханның айтқан сөздерін бастан аяқ түгел айтып береді. Сонда қызы: әке, ондай болса барып ханға айтыңыз. Мен баламен ақылдастым, балам риза болды. Хан менің қалыңмалыма 13 тұсақ, 20 ісек, 30 пышақ, 40 қылыш, 50 ерттеулі ат, 60 арқандаулы ат, 70 шідерлі ат, 80 қубас берсін. Сонан кейін екеуміздің некемізді бір мұңсыз адам қисын деп айтты деңіз, дейді. Шал ертесі ханға келіп, қызының айтқан сөздерін түгел айтып береді. 30 пышақ пен 40 қылышты және 50 атқа ер-тоқым жасатып, олардың барлығы даяр болғанда, енді дүниеде мұңсыз адамды қайдан табасыз, деп хан ары-бері ойланыпты. Ойластырып қарап, ол хан балаға, байлыққа, салтанатқа да толық. Онда қандай мұң болды, деп бірнеше уәзірлерін қасына ертіп, мұңсыз ханның еліне келіп, ханның сарайында қонақ болып отырып, шаруашын бастан аяқ түгел сөйлеп беріпті. Сізде мұң жоқ шығар, біздің некемізді қиып берсеңіз деп келіп едік, дегенде мейман қылып отырған мұңсыз хан қатты ренжіп, қиналып отырып: ой, сендер ел емес екенсіңдер ғой. Бір ханға қарайтын сонша халықтың сол 13 жасар бір қыздың ақылы сияқты бір адам шықпаған соң, сендерде елдік бар ма? Сендердің надандықтарың ақырында менің жасырын сырымды ашатын болды, дей келіп мұңсыз хан: сіз алашақты болып жүрген қыз 13 жаста екен. Ол қыздың сізге берген жауабы мынау: қалыңмал үшін 13 тұсақ бересің дегені, мен 13-темін. Адам баласы 20 жаста ісектей, 30 жасында пышақтай, 40 жасында қылыштай болады. Сіз осының бәрінде де емессіз. Адам бұл жаста өткен соң, ер адам 50 жасында ерттеген аттай, 60 жасында арқандаулы аттай болады. Ал енді сіз бұл жаста емессіз. Ер адам 70 жаста шідерлі аттай, 80 жасында қубас сияқты болады. Сіз шідерлі ат пен қубастың ортасында тұрып, 10 жастағы маған қалай лайықсыз, дегені екен.
Сонымен қатар некемізді мұңсыз адам қисын дегеннің мәні, дүниеде мұңсыз адам бола ма? Мұңсыз деп әдейі іздеп келген менің басымдағы мұңды және сырымды сендердің надандықтарыңның айтуыма тура келді. Мұңсыз хан өзінің ішкі сырларын сөйлей бастайды. Мұңсыз хан: менің үлкен әкемнің хандығы өз әкеме қалып, әкем тірі кезінде маған бір ханның қызын әйелдікке алып берді. Амал бар ма? Менің әйелге кемшілігім барды. Оны әйелім екеумізден басқа бір адам білмейтін. Сонымен көп ұзамай әкем ауырып қайтыс боларында халқын жинап алып, өзінің тірі кезінде мені өз орнына хан сайлап, өзі ақырғы сапарына жол тартып кетті. Сонымен мен әкемнің мұрагері болып, әкемнің орнына хан болып, хандыққа тұрып басшылық етіп тұра бердім. Әйел жағындағы кемшілігімді әйелім екеумізден басқа еш адам білмейді. Алла қосқан бұл жасырын сыр маған өмірлік болған соң, әйелімнің өмірін бекер өткізу тура келмеді. Сондықтан әйеліммен ақылдасып, сенен туған бала менікі болсын, мен өзімнің бас уәзіріме рұқсат бердім. Бұларды үшеумізден басқа жан білмесін дедім. Сонымен менің әйелім өзім рұқсат берген бас уәзіріммен осы жүрген балаларымды тапты. Алланың қосқан кемшілігіне пендесінің шарасы жоқ екен. Уәзірімнен туған балаларды бала қылып, бұл сырды үшеумізден басқа ешкімге білгізбей, бір қанша жылдар өмір өткізіп едік. Шындыққа келгенде, әйел де, бала да менікі емес. Сонда мені мұңсыз деп келіпсіңдер. Ал енді осыдан артық мұң, осыдан артық қайғы бар ма? Сендердің надандықтарыңның менің өміріммен бірге кететін ішкі сырымды жарыққа шығаруға тура келді, деп мұңсыз хан барлық сырын айта келіп, мен мына әйелімнен туған балаларды өз әкесіне беремін. Онымен бірге хандығымды қосып беріп, өзім ендігі қалған өмірімді Меккеге барып сонда өткіземін. Ал енді сенің еліңе 13 жасар қыз хан болу керек. Ол қыз кімге үйленемін десе өз ықтиярында, деп мұңсыз хан үкім шығарыпты. Ақырында шалдың 13 жастағы қызы өзі тұрған шәрісіне хан болыпты. Мұңсыз хан әйелден туған балаларын бас уәзіріне беріп, өзі Мекке Мәдинеге барып, қалған өмірін сонда өткізіпті. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміз осымен аяқталды. Сіздерге ертегі ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.